Астана қаласының білім басқармасына қарасты мектепке дейінгі мекемелерде барлық қызмет түрлерін интеграциялауға бағытталған іс-шара өтті. Салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған бастама нөмір 8 балабақшасында ұйымдастырылды. Бұл тәжірибе алмасу нөмірі 8, 28, 46, 47, 48 балабақшаларының арасында жүріп жатқан кластерлік жұмыстар жыл басынан басталып, бүгінде қорытындыланып жатқан жай екен. Үздіксіз білім беру траекториясы арқылы балабақшада салауатты өмір салты бойынша негізгі міндеттерді орындау жайында нөмірі 8 Думан балабақшасының әдіскері Гридина Людмила Ивановна коучинг өткізді. Стресске қарсы ойыншық көмегімен мектеп жасына дейінгі кіші жастағы балалардың психологиялық денсаулығын сақтау және дамыту жөнінде нөмірі 47 Ақжелкен балабақшасының өкілі Рымбаева Анар Серікбекқызы дәлелді тәжірибесімен бөлісті. Баланың психикалық және дене қимыл салауатын нығайту, сырқаттану деңгейін төмендету. Қазақша күрес жайында нөмір 48 Ақкөгершін балабақшасының дене шынықтыру нұсқаушысы Сүлейменов мырза жамбасқа салды, іштен шалды, спорттың салауатты өмір салты екенін дәлелдеді. Дәл солай, бірақ қолын көтеріп кіргенде 1, 2, қолын аяғын Хатха йога дегеніміз не, және ол мектепке дейінгі балаларға не үшін қажет деген сауалға нөмірі 28 Жұлдыз балабақшасының әдіскері Ишанова Роза Телман қызы жауап іздеді. Кезек жастарға да жетті. Салауатты өмір салтын қалыптастыруда денсаулық сақтау технологиясын қолданудың дәстүрден тыс түрлері нөмір 46 Самал балабақшасының дене шынықтыру нұсқаушысы Жұмамұрат мырзаға бұйырған екен. Дені сау бала әрқашанда епті, өмірге деген құлшынысы артқан, ойға ойнайым деген және де дамайым деген ой өрісі жетік дамыған болады. Ұлттық ойындар денені дамытады. Тақырыбында қазақ халқының қозғалыс ойындары негізінде шеберлік сынып жайында нөмір 8 Думан балабақшасының дене шынықтыру нұсқаушысы Гридина Анна Владимировна қазақ бәйгесін насихаттай отырып, бала тәрбиесіне қолданатынын баяндап берді. Тәрбиешілер тартымды өнер көрсетіп, өздерінің біліктіліктерін нақты дәйектермен дәлелдей отырып, бір-бірімен ой бөлісіп, білгендерін ортаға салды. Осындай өнегелі істің басы қасында бастамшыл болып жүргені үшін өзге балабақшалардан келген әріптестері нөмір 8 балабақшаның меңгерушісі Дүйсенбина Зайтуна Ризадин қызына өздерінің жүрек жарды ойларын білдірді. Думан балабақшасының бүгінгі семинарды жүргізуге атсалысқан мамандар, сіздердің барлықтарыңызды бүгінгі семинардың өз деңгейінде өтілуімен құттықтаймын. Семинар барысында айтылғандай, әрі қарай дамытып, жаңашаландырып, басқа өзінің үлесін қосып көрсете білулері. Менің ойымша, бүгінгі қойылған сіздердің мақсаттарыңыз жүзеге асырылды. Осы берілген семинардың нәтижесін мен өзім де, басқа балабақшалар меңгерушілер де өзіміздің балабақшамыздың жұмыстарында көре аламыз деген ойдамын. Құрметті Зайтуна Розадиновна, бүгінгі мына өткізіліп жатқан семинарларымыз мәресіне жетті. Мен ойлаймын, нәтижелі өтті ғой деп. Өйткені осы биылғы қаңтар айынан бастап әртүрлі іс-шаралар өтіп жатыр. 5 балабақшаның аясында әр балабақша өз деңгейінде әртүрлі семинарларды осы тақырыптарда өткізді. Енді бүгін соңғы семинар, өткен оқу жылы да аяқталып келе жатыр. Әр балабақша келіп өзінің өнерін көрсетті. Сондықтан да сіздердің бүгінгі семинарға қойған мақсаттарыңыз орындалып, өз міндеттерін іске асырды дегім келеді. Сіздерге шығармашылық табыс, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Рахмет. Осындай тәжірибелерді әрі қарай алмаса берейік. Салауатты өмір салты арқылы балаларымыздың денсаулығы нығайып, өте жақсы биылғы жыл 17-18 оқу жылын мониторинг бойынша өте жақсы дәрежемен жабылады деген ойдамыз. Мектеп жасына дейінгі балаларда салауатты өмір салтын қалыптастыру жұмыстары мамандар мен тәрбиешілердің өзара іс-қимылы бойынша кластерлік топтағы тәжірибе алмасу мақсатындағы жұмыс осылай тамамдалды. Қуантай Амантайұлы, Нұрсұлтан Ескендір, арнайы білім айнасы үшін.